Бұл бала жартылай адам, жартылай қозы болып дүниеге келген. Бірақ бұл әйел үшін ол өзінің туған баласындай болатын. Ол сөйлей алмайды, дегенмен басқа балалар сияқты өмір сүрді. Ұйықтар алдында ертегі тыңдамай көз ілмейтін, үй жануарларына қамқор болуды жақсы көретін. Бір күні күйеуінің інісі қонаққа келді. Баланы көрген сәтте таңданысын жасыра алмады. Көз алдындағы көрініске сене алар емес. Оған ағасы мен жеңгесі есінен ауысқандай көрінді. Себебі олар түк болмағандай жүр. Что это за хуйня? Это счастье? Түнде бәрі ұйқыға кеткенде ол іштей бір шешімге келеді. Мұндай мақлық бұл үйде өмір сүрмеу керек деп ойлап, таң ата оны білдірмей сырт қалып шықты. Бала еш қорқпастан толық сеніммен соңынан ереді. Алайда әлгі адам баланың мөлдіреген пәк жанарына үңілгенде жүрегі дірілдеп атуға қолы бармады. Жылдар бойы перзентке зар болған ерлі зайыптылардың үміті есіне түсті. Ақыры ол баланы тірі қалдыруды ұйғарады. Дегенмен олардың шындықпен бетпе-бет келуі керек деп санады. Келесі күні ол бір уыс шөпті жұлып алып баланың аузына тосты. Бала тізерлей отырып шөпті кәдімгі жануар секілді жей бастайды. Мұны көрген ағасы ашуға булықты. Сол түні бала айнаға қарап өзінің ата-анасына ұқсамайтынын түсінді. Әкесінің құшағына тығылып қабырғада ілулі тұрған қойлардың суретіне қадала қарап көкірегін сансыз сұрақ кернеді. Бір күні бала аяқ астынан жоғалып кетеді. Анасы зәресі ұшып жан-жақтан іздей бастады. Сөйтіп оны ағасының құшағында ұйықтап жатқан жерінен тапты. Сол сәттен бастап көкесі баланы толық қабылдаған еді. Кешке ата-анасы үй ішінде футбол қарап отырған кезде бала сыртқа жалғыз шығып, ауладағы иттің орман жаққа қадала қарап тұрғанын байқады. Ол жақындап келгенде жүрегі зу ете қалады. Ол жақта өзіне ұқсас тек жасы үлкендеу бір тіршілік иесін көрді. Фильмнің атауы Агнец.